Баршаңызға сәлем. Бүгін біз барлық кинолары шедеврге айналған көбіміздің сүйікті актеріміз Шахрухан жайлы айтамыз. Шахрухан үнді киносының ең ірі жұлдыздарының бірі. Актердің қатысуымен фильмдер бүкіл әлемдегі көрермендерді баурап алды. Осылайша Болливуд королі әлемдік кино жұлдызына айналды. Актер алған киносыйлықтар саны бойынша өз отандастарының арасында рекорд, ал өнерге қосқан үлесі үшін хан Үндістанның ең жоғарғы мемлекеттік наградаларының бірі Падма Шри орденімен марапатталды. Шахруханның өмірбаяны Үндістанның Нью-Дели қаласында басталды. Актер өмір бойы Үндістанда өтті, бірақ ұлты үнді емес. Актер Таж Мухаммед ханның әкесі ел Үндістаннан бөлінбей тұрып-ақ Пәкістаннан көшіп келген. Ал актердің анасы Латиф Фатиманың отбасыда Пәкістаннан болған. Шахрух отбасының кенжесі және оның Шехназ есімді әпкесі бар. Ханның әкесі білімі бойынша инженер болған, бірақ ол адам құқықтары үшін күресіп, ақырында әйгілі заңгер және кәсіпкер болды. Анасы жас кезінде Оксфорд университетін бітірді. Кейін қоғамдық жұмыстармен айналысты және әлеуметтік қызметкер ретінде ұлтаралық неке, жасөспірімдер арасында құқық бұзушылыққа қатысты құқықтық мәселелерге жетекшілік етті. Шахрух жастайынан сапалы әдебиет пен театрға тап болды. Ол ерте оқуды үйреніп, бала кезінен-ақ өлең әңгіме жаза бастады. Хан жасөспірім кезінде тамаша спортшы болды. Сыныптастары арасында пошта пойызы деген лақап атқа ие болған. Өйткені ол құрдастарынан жылдам жүгірді. Тіпті мектеп оқушылары арасында 200 және 400 метрге жүгіруде қала чемпионы болды. Кезінде Шахрух тіпті кәсіпқой жеңіл атлет болуды да ойлады. Бірақ жарақаты оның спорттық болашағына нүкте қойды. 16 жасында Шахрухтың өмірінде қайғылы оқиға болды. Оның әкесі қатерлі ісік ауруынан қайтыс болды. Отбасылық заң кеңсесінің тізгінін анасы өз қолына алып, отағасы сырқаттанған кезде сілкініп қалған материалдық жағдайын түзете алды. Мектептен кейін жас жігіт Дели университетіне түсіп, экономист болуды жоспарлады. Бірақ ол өзінің алғашқы жылдарының өзінде-ақ бағын актерлік өнерде сынап көрді. Ақырында өз жолы ретінде киноны таңдады. Болашақ актер Дели театр тобында, содан кейін ұлттық драма мектебінде оқыды. Анасы оны қолдау көрсетіп, жігіттің экранда ойнағанын көруді армандады. Бірақ ханның фильмдері кинотеатрларда көрсетілмей тұрып-ақ қант диабетінің асқынуынан қайтыс болды. Актер анасы қайтыс болғаннан кейін де анасының қамқоршы періштеге айналғанына сенімді. Өйткені ол үнемі анасының барын сезінеді. Бұл оның шығармашылық олимп шыңына бірден көтерілгенін осылай түсіндіреді. Ата-анасы қайтыс болғаннан кейін Шахрух Бомбейге, қазіргі Мумбайға көшіп, сол жерде шығармашылық мансабын бастады. Шахрух ханның теледидардағы алғашқы көрнекті жұмысы The Rocky сериалы болды. Актер бірден басты рөлді алды. Актердің Болливудтағы дебюті Crazy Love музыкалық мелодрамасы болды. Ол үшін ол Filmfare сыйлығын алды. Картина кассада хит болды. 1992 жылдың шілдесінде Ессіз махаббат премьерасынан 2 апта өткен соң үлкен экрандарға сиқырлы комедиялық фильмі шықты. Ол кассада сәтсіз аяқталды, бірақ хан балалар аудиториясына көптеген жанкүйерлер әкелді. Сыбыстарға қарағанда фильм жыл соңына дейін аяқталады деп жоспарланып, жоспарға сай болу үшін фильмнің продюсері Раджив Мехра актерден үйлену тойын кейінге қалдыруды сұраған. Керісінше Шахрух түсірілімді 6 ай ерте аяқтау үшін барын салды. Актерге нағыз атақ ұрланбаған қалыңдық комедиясы шыққаннан кейін келді. Онда Каджол оның серіктесі болды. Бұл фильмнің кассалық табысқа жеткені соншалық ең табысты кино жобалардың бірі болып саналады. Өйткені әлемдік $19 миллион жинады. Фильм 20 жыл бойы кинотеатрларда көрсетілді. Актер сұхбатында мойындағандай, ол адамдарды күлдірту қабілетін өзінің ең үлкен жетістіктерінің бірі деп санайды. Бастапқыда режиссер Адитя Чопра шетелдегі үнді диаспорасына арналған фильмде жұлдыз Том Крузды шақырмақ болған. Бұл идеядан бас тартып, Шахрухқа рөлді ұсынады.
1998 жылы үнді хиттерінің тізімінде бірінші орынды Шахрух пен Канджолдан басқа Рани Мукерджи ойнаған «Өмірде бәрі болады» комедиялық мелодрама алды. Ханның марапаттары жинағы тағы бір Filmfare марапаттарымен толықты. Және актер Үндістандағы романтикалық иконасы ретінде имиджі қалыптасты. Шахрухтың өзі қайғыда да, қуанышта да фильмін өзінің кино мансабындағы бетбұрыс деп атайды. Комедиялық мелодрама 43 номинациямен 22 марапатқа ие болды. 2006 жылға дейін шетелдегі ең көп табыс әкелген үнді фильмі болды. 25 миллион долларлық рекордты «Ешқашан қош бол деме» мелодрамасы жаңартты. Бір қызығы, бұл жобада Ханның ұлы Ариан түсті. Бірақ 2001 жылы актердің мансабындағы бетбұрыс сәті оның жетістігімен ғана емес. «Ұлды қайтару» фильмінің түсірілімінде ол трюк жасау кезінде омыртқа аралық дискінің сынуын анықтаған. Емдеу жағдайды жеңілдеткен жоқ. Хан қатты ауырсынуды бастан кешірді, бірақ әрекетін жалғастырды. 2003 жылдың басында оның жағдайы нашарлағаны сонша, зақымдалған дискіні алып тастау үшін операция жасауға тура келді. Канн кинофестивалінде Хан мен Айшвария Рай ойнаған «Девдас» музыкалық мелодрамасының тұсаукесері өтті. Бюджеті 10 миллион долларды құрайтын фильм Болливудтың ең қымбат жобаларының бірі ғана емес, сонымен бірге 2002 жылы 35 миллион доллар жинап, ең көп табыс әкелген үнді фильміне айналды. Шахрух Ханның жеке өміріндегі жалғыз әйел кинопродюсер, суретші Гаури Чибер болды. Ерлі-зайыптылар жігіт 19 жаста, ал оның ғашығы 14 жаста кездескен. Актер Гаури басқасын айтпағанда оның билеген алғашқы қызы екеніне сендіреді. Сезімдер бірден пайда болды. Бірақ жастар қарым-қатынас үшін күресуге мәжбүр болды. Шахрух Ханның әйелі басқа ұлтқа және басқа дінге, индуизмге жатады. Ал қалыңдықтың ата-анасы қызының мұсылманмен сөйлесуіне үзілді-кесілді қарсы болды. Оның үстіне бұл жай ғана ауызша тыйым салу емес. Анасы қызды ата-анасының еркіне қарсы шықса, өз-өзіне қол жұмсаймын деп қорқытқан. 6 жылдай ғашықтар жасырын кездесіп, бірақ 1991 жылы Шахрух Гауридің әкесінің батасын алып, өзі сүйген әйелге үйленеді. Қыздың анасы бұл некені ешқашан мақұлдамаған және тіпті оның көз қарасын көрсету үшін аза тұтатын киім киген. Әйелдің жүрегі ерлі-зайыптылар балалы болған кезде ғана еріді. 1997 жылы Гаури ұлы Арианды дүниеге әкелді. Ал 3 жылдан кейін олардың қызы Сухана дүниеге келді. Кейінірек Хан оның әйелі суррогаттық ананың қызметіне жүгінді. Ол 2013 жылдың көктемнің соңына ерлі-зайыптыларға 3-ші бала әкелді. Балаға әртістің ата-анасынан екі ұлттың мәдениетін біріктіретін Абрам деген есім берілді. Балалар үлкендердің екі дінін ұстанады. 2014 жылы 400 миллион доллар байлығымен Шахрух Болливудтың ең бай актері атанды. Ал келесі жылы ол әлемдегі ең бай актерлардың тізімінде 6-шы орынға ие болды. 2022 жылдың соңында 770 миллион доллары бар Хан әлемдік рейтингке Джерри Сейнфелд, Тайлер Перри, Дуэйн Джонсонды артқа тастап 4-ші орынға алды. Актер қайырымдылық жұмыстарына белсене араласады. Ол полиомиелитке қарсы вакцинацияны насихаттады. Содан кейін СПИД ұйымына ақша салып, мүмкіндігі шектеулі адамдарға көмектесті. Шахрух өз қаражатына Үндістанның 36 ауылын электр жарығымен қамтамасыз ету жобасын жүзеге асырып, лаңкестік әрекеттен зардап шеккен жетім балалардың емделу ақысын төледі. Хан өзінің қоғамдық қызметі үшін ЮНЕСКО-ның арнайы сыйлығымен марапатталған алғашқы үнді азаматы болды. Қазір әртіс шығармашылық мансабына оралды. 4 жылдық үзіліс ішінара Үндістандағы COVID-19 пандемиясына байланысты болды. 2023 жылы Ханның фильмографиясы Сиддхарт Ананд түсірген Патхан экшн фильмімен кеңейтілді. Рөлдерде Шахрухтан басқа Дипика Падукон, Джон Абрахам бар. Күзде көрермендер Ханды экраннан Солдат экшн фильмінде басты рөлде көрді. Бір қызығы, ол фильмде әке мен баланы ойнады. Ал қыста актер
дүнкек комедиялық драмасының басты рөлінде экранда жарқ етті. Бүгінгі шығарылым сіздерге ұнады ма? Ұнаса лайк басып, каналға тіркеле кетіңіздер. Келесі қандай атақты жұлдыздар туралы білгілеріңіз келеді? Комментарияға жазыңыздар. Келесі кездескенше.